Мына тұрған қоршауға ішіне кірдіңдер ме? Байқадым, жоқ. Кірген жоқ қоршауға. Ол жер деген Сұлтан атамыздың құтқарып алған 7 қайықшы жатыр. Осы Сұлтан атаға қызмет істеген, құлшылық істеген сүйікті құлдары. Мына жер арғы жерге Шақпақ атаға кетіп отырған жер асты жолы. Мынау осы мешітке кіретін жер асты есігі, негізгі есігі. Мынау бер жақта жасалған есік. Бұл мына беттерде 61 жылы, 67 жылы, 74 жылы, 91 жылы, 93 жылы ашылмаған рухани ішінде күш бар. Рухани күш бар, ашылмаған. Себебі ана жерде 2 адам жатыр, мына жерде бір бала, мына ішінде 3 адамның майыты бар. Сұлтан әпе осының ішінде. Соның рухани күштері жатқызбай, кіргізбей адамды. Мынау жетіп перісіне жасатқан жер асты мешіті. Жеті неден? Жеті перісіне жасатқан. Жеті пері? Соған жасатқан жер асты мешіті. Перінің пірі ғой бұл деген. Жеті перісі болған өзінің. Судық болған ба мына кісі? Судың пірі. Мысалы, Бекет атамыз жетінің пірі болса, бұл судың пірі. Ана жаңа сендердің ішкен құдықтарың, суын, оны құдықты да перілерге қаздырған. Суы 70-80% күміс. Ол 70-80% күміс деген сөз, 70-80% адамға ем деген сөз. Пайдалы, денесіне металлы барады. Сол, мен өзім мына осы арада көптенге атқан жігітпін. Мысалы, біреулер айтып келеді, асқазарым жақсы болып кетті, асқазарым түгел азылып кетті. Бөтекем жақсы болып кетті, бөтекем тасы кетті, бауырым тасы кетті, бауырым жақсы болып кетті дейді. Көне кеше бір 10 шақты күннің бұрын өзенде бір кәкеміз бар еді, оның іште мешітте жүріп, сол кісі келіп халықтарға айтып кетейін деп келдім. 4 ай осы атаның суын ішіп едім. Сақырым бар еді, сақырым кетті дейді. Сондай ем шипаның жүріп отырған жері, әне бір тас жиналып тұрған жер. Сол арадан бастап төмен қарай кететін жол бар, жалғыз жол. Астында бұлақ бар. Бұлақтың суына халық қысы жазы келіп түсіп отырады. Бәле тіл көз бірдеме бәрінен айнып. Жаңа туған баладай болып шығасың судан ішінде. Анарада ағайып, қонағайып. Ұяттарын қауыз, жаңа келіндер ол. Үшмәшін болып келіндер ме? Амата секілді бөлік пе? Ол Франциядан келді. Бұнда шетелдің жан-жағынан келіп отырған жаттар. Құран оқиық. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lam yelid ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Subhanallah ve bihamdihi yasifun ve selamun aleyhi. Сұлтан атамызға осы қойымшылық қауымға, қауым ішінде аталарға, бабаларға, әжелерге, кішкентай нәрестелерге бағыштадық. Төңіректегі ата-аталмай тұрған ата-бабаларымызға бағыштадық. Я Аллах, осы қолдай отырған жамағаттарының бұл дүниеде өткен ата-бабаларына, ағайын тума жекжаттарына, нағашы жұрттарына бағыштадық. 362 әулие ата-бабамызға, 18 мың ғалам, 33 мың сахаба, 24 пайғамбарларымызға бағыштадық. Ата-бабаларымыздың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын,
берсін, қараңғы жерлер жарық болсын істерінен. Аллахым разы болсын. Құдайдың құлы Мұхаммад үмбет, Раббана динеден қасанаты уақина көзіне қасанаты уақина жандар. Аллам, мейірімді Аллам, жарқаушы Аллам. Осы қол жайып отырған пенделерінің мына арнайы Алланың сүйікті ұлы баталарына келіп оқып отырған құран аятын, ақ ниет, ақ тілектермен кетіп беріп жатқан садақа зират ниет тілектерін алып отырған ем шипа ашықтарын Алла тағала қабыл етіп, үй отбасыларына береке беріп, пәле пәтер, қауіп қатерден жолап батып, ода батыс апаты, тағы басқа жаманшылық, қиыншылық, әртүрлі кешегін берекеттерден сақтай көре. Аллам, ата-бабаларынан кеткен кемшілігі болса кешіріп, өздерінің білмей істегендерін кешіре көр, білмегендерін үйрете көр, ниет тілектерін бере көр, сұрап жүрген арман тілектерін бере көр. Аллам, ауру сырқаттарына шипа, дерттеріне дауа, үй отбасыларының дастархандарын мол қылып, жұмыс барыстарын жемісті қылып, жолдастарының, достарының, қатарларының, ағайын тума, жекжаттарының алды қылып, жалғыз жүрген бір бастылар болса өздеріне тең сапалы жолдас тауып, бақытты болып, күйішті болып, ұл сұрағандарына ұл беріп, қыз сұрағандарына қыз беріп, өмірлі шүбірлі қылып, үй сұрағандарына үй беріп, құт сұрағандарына құт беріп. Аллам, осы қотан құран аяттарын, ниеттерін, тілектерін, садақа зираттарын алып отырған ем шипа ашықтарын Алла тағала мыңда бір қабыл ете көр. Алла қабыл етсін.